Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Зейнетақы жинақтарымызды өзіміз қалай басқарамыз? Бұдан былай қазақстандықтар зейнетақы жинақтарын өз бетінше басқара алады. Яғни сіз бен біз бастап өз жинағымыздың тең жартысын басқарушы компанияға аудара аламыз деген сөз. Бізге бұл қандай мүмкіндік береді? Жеке компания жинақ қорымызды тапсыратындай қаншалықты сенімді? Қаржылық сауат арнасы біліп көрсетті. Зейнетақы дегеніміз не? Ол белгілі бір статусқа ие болған, мысалы зейнет жасына толған азаматқа тұрақты беріліп тұратын ақшалай төлемақы. Бұрын ол базалық зейнетақы деп аталатын. Сол кезде зейнетақы барлық зейнеткерге бірдей мөлшерде төленді. 2018 жылғы ол тәртіп өзгерді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында бәрімізге зейнетақы шоты ашылды. Сол шотқа әрбір жұмыс беруші тарап қол астындағы қызметкерінің шотына айлық табысының 10%-ын аударып отыруға міндет алды. Содан қазір зейнетақы жинағымыз қалыптасып отыр. Ол сіз бен біздің ақшамыз. Оны актив депте атауға болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.